Сәлем баршаға. Бүгін біз импульс моментіне қатысты кезекті үшінші есебімізді шығаратын боламыз. Ал неше кетті? Бізде осындай есеп берілген. Есепте айтады, бізде осындай гантель бар. Гантель білеміз, иә? Екі жағында осындай негізі шар деген, бірақ осындай материалдық нүктелер бекітілген, иә, массалар м екен. Бізге осы стерженнің ұзындығы берген, иә, бұл таяқтың, темір таяқтың ұзындығы берілген. Ол бізде L. Мына жерге L деп жазып қойып. Масса берілген, тағы не берілген? Бізде осылай. И олар бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан. Сәйкесінше мына жерде несі бар? Массалар центрі орналасқан. Мына қызыл нүктемен көрсетіп қойып, бұл бізде массалар центрі. Біз оны қандай да бір О дейтін әріппен бекітейік. Осындай. Енді осы жүйе тыныштықта тұр, ең басында. Яғни қозғалмай тұр, айналып тұрған жоқ, және ілгерілмелі қозғалып та тұрған жоқ. Біз не істейміз? Бұл жерде мына жерден оған перпендикуляр осы оське шар ұшып келеді. Қандай жылдамдықпен? V0 дейтін жылдамдықпен. Яғни V0 бізде басында бар деген сөз. Міне V0 бізде бар. Осылай ұшып келеді дейді. Және ол осы стерженді бір бөлінген екі қатынасында бөледі екен. Полный L-ды бір бөлінген екі қатынасына бөледі. Ол қалай? Ол мына жерге тиді деп алайық. Стержен. Стержен осы жеріне тиді. Яғни траекториясы болсын. Енді ол мынадай қатынаста бөледі. Яғни мына жерін біз x2 деп алайық, мына жерін x1 деп алайық. Сонда x1 бөлінген x2 ол бізде не болып тұр? Ол 1 бөлінген 2 қатынасында. Бұл 3L, бұл 2L және L деп қарастыру қате болады. Өйткені бұның жалпы ұзындығы L. Енді айтады, жалпы осы x1 мен x2. Енді былай істейміз. Бұл есеп шығару үшін не істейміз? Бұл есепте мына шар серпінді соқтығысады. Яғни осы гантельдің стержені соққаннан кейін ол ағып шығып кетеді, яғни осылай. Қайтадан өзінің траекториясымен былай кетіп қалады. Осылай қайтадан кетіп қалады. Тек жылдамдығын бағыты өзгереді және жылдамдығын мәні өзгереді. Бізге айтады, осы жылдамдығын табу керек. Яғни ол жылдамдық бізде V1. Және осы гантель бізде айналады ғой. Айналғаннан кейінгі бұрыштық жылдамдығын табу керек. Осылай. Және осы гантельдің жалпы несін табу керек еді? Массалар центрі. Массалар центрінің жылдамдығын табу керек. Бүкіл осы системаның ілгерілмелі қозғалыстағы жылдамдығын табу керек. Енді біз бірінші не істейміз? Бірінші бұл жерде энергия сақталу заңын жазып аламыз. Жазып көрейік. Себебі бұл қандай соқтығысу? Бұл бізде серпінді соқтығысу. Ал серпінді соқтығысуда энергия сақталады. Басында бізде қандай энергия болды? Басында бізде кинетикалық энергия болды. Давайте E1 деп қойып. Ол бізде тек қана мына шариктің энергиясы, массасы бар екен бұның, массасы. Ол бізде кинетикалық энергия, яғни өзіміз білетін осындай формула. Одан кейін болды, басқа энергия жоқ. Одан кейін қандай энергия алмасты ол? Екінші. Ол бізде мынау. Бұл шарик, бұл гантельді соққаннан кейін не болады? Әрине бұл гантель айналмалы қозғалысқа түседі. Сәйкесінше бұның айналмалы кинетикалық энергиясы бар. Ол бізде қалай анықталады? Инерция моменті көбейтілген бұрыштық жылдамдықтың квадраты бөлінген 2. Және тағы қандай энергия алмасады? Ол осы жүйедегі жалпы мына шариктерде жылдамдық болады, кинетикалық энергия алмасады. Яғни ол былай. 2m, себебі бізде 2 шарик бар бұл жерде. Және массалар центрі квадраты бөлінген 2. Қандай энергия алмасады екен? Сәйкесінше бұл кері серпіледі ғой, артқа қарай қайтадан қайтады. Бұл жерде айтып тұр, себебі бұл серпінді соқтығысу деп. Сол үшін оның белгілі бір серпінді кинетикалық энергиясы болады. Ол бізде m, оны біз v1 деп алайық. V1-дің квадраты бөлінген 2. Қарасақ, бізде белгісіздер саны қанша? Біз омеганы білмейміз, яғни бұрыштық жылдамдық, массалар центрінің жылдамдығын білмейміз, және V1-ді білмейміз. Және осы инерция моментін қазір табамыз. Енді энергия сақтау заңы бойынша біз осы екеуін теңестіре аламыз. Әзірге осылай теңестіріп қойайық. Енді бұл жерде мына E1 дейтін энергия бізге толықтай белгілі, ішіндегі нүктелер міне. Енді бізге инерция момент тауып керек. Инерция момент табатын болса қалай болады? Жалпы бұл системада бұл шарик жабысып қалмаған себепті бұл шарик бізде инерция моментке кірмейді. Яғни ол жабыспайды, тек қана соғады да кетеді, қайтадан кетеді. Өзінің жолымен кетеді, бірақ басқа жылдамдықпен кетеді. Инерция момент табу үшін не істейміз? Біз осы екі шариктің центрге дейінгі қашықтығын аламыз. Яғни центрге дейінгі қашықтығы қанша? Ол бізде L бөлінген 2. Яғни видео басында айтқандай, олар
теңдей қашықтықта орналасқан. Осы екеуін бізде алайық. Бұл бізде материалды нүкте ретінде қарастырамыз. Сол үшін m және оған қашықтығы қандай? L бөлінген 2-ның квадраты. Қосылған, мына m бар тағы, екінші масса, ол бізде L бөлінген 2, дәл сондай квадрат. Енді осы алгебралық жолды есептесек, бізде жауап мынандай шығады. ml квадрат бөлінген 2. Біз массалар центрін біз инерция моментін таптық. Инерция моменті жақсы табылды. Енді былай істейік. Бұл жерде біз мына x1, x2 дегенді қолдану керекпіз. Себебі бұл есепте берілген. Бұл жерде момент импульсін қолданамыз. Қолданып көрейік. Ол үшін біз не істейміз? Былай істейміз. Бізде жасыл түсті алайық. Мына жер бізде, мына жер. Ол жерде біз қандай қашықтық деп аламыз? Ол жерде біз қандай да бір x деген қашықтық деп алайық. Бұл бізде x қашықтық болсын. Осы x қашықтықты біз тауып көрейік бірінші. Оны табу үшін не істейміз? Табу қиын емес. Біз мына жерде қатынасын білеміз. Сол үшін біз былай алайық. Мына қатынастан, осы қатынастан көп заны көкпе белгілейік. x2 неге тең? 2x1-ге тең. Ал енді x2 мен x1-дің қосындысы не береді? Бізге жалпы ұзындықты береді. x1 қосылған x2 тең жалпы ұзындық L. Енді x2-ның орнына 2x1-ді қойып, сонда бізде x1 қосылған 2x1 тең L. Сонда бізде x1 неше шықты? L бөлінген 3 болды. x1 тап. Енді қарасақ, x1 мен x-тің қосындысы нені беріп тұр? L бөлінген 2-ні беріп тұр. Яғни x1 мен x-тің қосындысы L бөлінген 2. Біз x1 мен x-ті қоссақ, L бөлінген 2-ні береді. x1 бізде L бөлінген 3, ал x бізде жай ғана x. Тең L бөлінген 2. Енді осы шығаратын болсақ, бізде x тең L бөлінген 2, азайтылған L бөлінген 3. Енді ортақ бөлім 6, мына жаққа 3-тен, мына жаққа 2-ден береміз. Сонда бізде жауабы L бөлінген 6 шығады. Бұл бізде x қашықтық. Бұл x қашықтықты біз неге таптық? Себебі бізге импульс моменті қолдану керек. Басындағы импульс момент жазайық, яғни L1 деп жазайық. Ең басындағы импульстің моменті. Ол бізде m, яғни шариктің массасы, оның жылдамдығы көбейтілген x деген арақашықтық. Біз білеміз, бұл айналдырушы центрге қатысты қашықтығы x деген. Біз O нүктесіне қатысты айналдырып жатырмыз ғой бұл жүйені. Сәйкесінше O нүктесіне дейінгі қашықтықты алу керекпіз. Ол бізде x. Енді x мәнін білеміз. X бізде қандай? m в 0 көбейтілген L бөлінген 6. Міне, біз бұны таптық. Енді бұл бірінші, яғни дейінгі импульс моменті. Енді кейінгі импульс моменті қалай болады? Ол әрине бұл жүйе толықтай айналуға кетеді. Сол үшін бұл жүйеде импульс моменті былай болады. I көбейтілген омега. Бұл жүйенің жалпы гантельдің айналуы, бұрышты жылдамдығы, инерция моменті. Қосылған, мынадан қалып қоймау керек. Себебі бұл жерде тағы да не кетеді? Импульс моменті болады. Ол бізде осы шариктің, себебі бұл шарик жабысып қалмады ғой. Егер шарик жабысып қалған жағдайда, оның импульс моменті болмайтын еді. Мына жерде болмайтын еді. Біз бұлай қалдыратын едік. Біз жай ғана бұлай қалдыратын едік. Ал бұл жерде шарик жабыспайды. Керісінше шарик алады да секіреді. Серпімді соқтығысады ол. Яғни қайтадан басқа жолмен кетеді. Сол жолмен, бірақ басқа жылдамдықпен кетеді. Сол үшін былай болады. M қандай да бір V1 дейтін біз білмейтін жылдамдықпен кетеді, және тоже осы x-пен кетеді. X-пен. Яғни x былай жазып көрейік бірден. L бөлінген 6 деп жазып көрейік. Бұл. Міне осы жерде басты жазылу керек нәрселер. Қарайық, неге x-ті жаздық мына жерден қайтадан? Себебі осы траекториямен қайтадан ұшады. Яғни ол осы центрге қатысты x дейтін қашықтығы өзгермейді. Ол былай кетпейді. Егер ол былай кеткен жағдай өзгеретін еді. Ол былай айдалаға кетпейді. Керісінше ол осы жолмен кете береді. Қандай жолмен келді, сол жолмен кетті. Сол үшін біз x-ті жаздық мына жерге. Ал егер бұл айналмалы қозғалыс болып жатса, бұл гантель өзі айналып жатса, яғни тыныштықта тұрмаса, онда бұл шариктің бізде несі өзгеретін еді. Импульс моменті өзгеретін еді, қашықтығы. Енді біз екеуін теңестірейік. Екеуін теңестірсек, L1 мен L2 тең. Бізде тең болады m в 0 L бөлінген 6. Біз I-ды білеміз, яғни инерция моменті бізде нешеге тең? ml квадрат бөлінген 2-ге тең. ml квадрат бөлінген 2 көбейтілген омега. Қосылған неге m v1 L бөлінген
6. Енді мына жақта білеміз m-дар қысқарады. Ол түсінікті. Тағы не қысқарады? L-дар қысқарады, тағы да L қысқарады. Не қалды бізде? Бізде V0 бөлінген 6 қалды. L бөлінген 2 көбейтілген омега қалды, және не қалды? V1 бөлінген 6 қалды. Енді әрқайсысын 6-ға көбейтіп жіберсек, теңдіктің екі жағында бізде не қалады? Бізде былай шығады. V0 мына жақта 6-ға көбейтсек 3 омега L қалады. Қосылған V1. Осында бізде мына жерде бізде омега мен V1 белгісіз. Сол үшін біз былай осылай қалдыра берейік. Енді қарайық, біз не жаздық? Біз энергия сақтау заңын жаздық. Импульс моментін жаздық. Енді бізге үшінші не керек? Үшінші теңдеу керек. Ол үшінші теңдеуді біз қалай жазамыз? Ол жай ғана импульске қатысты. Басында импульс былай болды бізде. M V0 болды, ең басындағы импульс. Одан кейін ол неге кетті? Ол M V1-ге кетті. Өзінің V1 дейтін жылдамдықтың кері серпілді. Қосылған бізде екі шарик бар, сол үшін ол 2m болады. Көбейтілген V массалар центрінің жылдамдығы. Осылай. Осы жақтан біз дәл солай массаларды қысқартамыз. Осылай. Енді бізде не шықты? Мына жерде V0 тең V1 қосылған 2 V массалар центрінің жылдамдығы. Біз екеуін теңестірейік. Екеуін теңестірсек не болады? Бізде былай болады. Массалар центрінің жылдамдығы 3 омега L бөлінген 2 шықты. Бұл жерде бізде омега белгісіз, бірақ біз оп-оңай таба аламыз қазір. Енді былай істейік. Енді біздің қалған жұмысымыз ол мына энергия сақтау заңымен жұмыс жасау. Болды. Ары қарай қиын емес. Кеттік, осы энергияларды бір-бірін теңестірейік. Біз оны көп түспейміз. Алайық. Бізде басында V0 квадрат бөлінген 2 дейтін болды. Және ол I омега квадрат бөлінген 2-ге алмасты, және неге алмасты? Жерде бізде. Мына жерде екілер қысқарады. M массалар центрінің жылдамдығы квадраты тағы неге алмасты ол? M дәл шариктің V1 квадрат бөлінген 2 дейтін кинетикалық энергиясын алмасты. Дұрыс. Жұмыс істегенде ше біз мына массалар центрін былай аша аламыз, 3 омега L бөлінген 2. Біз мына жүйенің екі жағында 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда біз 2-ге көбейтіп жіберсек, M V0 квадрат біз мына инерция моментін не деп аша аламыз? ML квадрат бөлінген 2 деп аша аламыз. ML квадрат бөлінген 2 көбейтілген не болады? Омеганың квадраты. Қосылған M көбейтілген, енді біз мынаны квадраттаймыз. Массалар центрін орнынан қойып жатыр қосып. Қосып қойып жатыр. 9 омега квадрат L квадрат астында 4. Қосамыз, енді не болады? Бұл жерде біз әрқайсысын 2-ге көбейтіп жатқандықтан шатасып кетпейік. Былай істейік. Біз мына 2-ге көбейту керекпіз. Сәйкесінше мына жақта не болады? Мына жақта біз 2-ге көбейткесін M V1 квадрат қалады екен. Енді біз білеміз, екі жақта да массалар қысқарады. Теңдеудің екі жағында да бар. Енді қалай болады? Бізде кеттік. V0 квадрат омега квадрат L квадрат бөлінген 2. Қосылған мына жақта не шықты бізде? 2 шығады мына жерден. 9 омега квадрат L квадрат бөлінген 2. Мына жақта бізде не қалды? V1-дің квадраты. Все. Енді біз мына жақтан шығарып алайық. Біз V1-ді қалай есептей аламыз? Біз V1-ді мына жақтан былай есептесек болады. Былай істейік қазір. V0 квадрат. Мына жақта бізде нені береді? Бұл 10 омега квадрат L квадрат бөлінген 2. Яғни 5 омега квадрат L квадрат қосылған V1-дің квадраты. Өте әдемі форма шығып жатыр. Былай істейік. Енді біз осы V1-ді мына жақтан шығарайық. Мына жақтан шығарайық V1-ді. Міне. V1 бізде нешеге тең? V0 азайтылған 3 омега L-ға тең. Яғни біз бірінші омеганы тауып алайық деген
жоспармен жұмыс істеп жатырмыз. v0-ның квадраты тең 5 омега квадрат l квадрат қосылған. v1 бізде неше? Ол бізде v0 азайтылған. v0 азайтылған 3 омега l бөлінген, то есть квадрат. Так, біз дұрыс жазсақ осылай болу керек. Иә? Так. Енді осыны квадраттайық. Бізде квадраттаса қалай болады? Так, бізде бұл жерде 2 омега центральный. Бізде энергия сақтау заңында қате кеткен жоқ па? Қайсын 2-ге көйтіп жібердік бұл жерде. 2-ге көйттік. М. Так, енді шығарайық. v0 квадрат 5 омега квадрат l квадрат қосылған v0 квадрат шығады мына жақтан бізде, и 6 v0 омега l шығады, және 9 омега квадрат l квадрат шығады. Енді бізде v0 квадрат v0 квадрат кетеді. Мына жаққа жіберейік. 6 v0 омега l, мына жақтан бізде 14 омега квадрат l квадрат шығады. Енді екі жағын омега l мен омега l қысқарады. Сонда бізде не шығады? Омега тең 6 v0 бөлінген 14 l. Екі жағын да 2-ге бөліп жіберейік. Сонда 2-ге бөлсек 3 v0, мына жақта бізде 2-ге бөлсек 7 l. Бізде жауабы 3 v0 бөлінген 7 l. Бұл жауаппен сәйкес келеді. 3 v0 бөлінген 7 l. Енді не істейміз? Енді аламыз да жай ғана осыны v1-ді табу үшін қойсақ болады осы формулаға. Яғни v1 бізде не болды? v1 бізде v0 азайтылған 3 омега l болды. Сондықтан v0 дейміз, азайтамыз. 3 көбейтілген 3 v0 бөлінген 7 l. Бұл жақта бізде не бар? Бұл жақта бізде l бар тағы да. Сонда бізде v0 азайтылған 9 v0, мына жақтан 7 болады. Мына жаққа енді так. Бұл бізде v1, бұл v1 табудың бізде формуласы. Так, шығартып көзінен жүрейін. 3 омега 9, және мына жаққа 7-ні берсек, бізде жауап теріс жауаппен шығып тұр. 2 омега 0. Былай істейік, біз былай істейік қазір. Центр масс қайда? Бұл жерде 3 омега 0. Біз былай істейік. Массалар центрін табайық. Ол бізде 3 бөлінген 2 омега l. Сонда бұл 3 бөлінген 2 көбейтілген. Омега бізде қандай? Омега бізде 3 v0. 3 v0 бөлінген 7 l. Көбейтілген l. Сонда бұл жерде 9 v0 бөлінген 14 шығады. Бұл бізде массалар центрінің несі? Жылдамдығы. Енді бізге v1 дейтін жылдамдықты табу керек. v1 дейтін жылдамдықты табу үшін біз не істейміз? Дұрыс келіп жатыр, негізінде. Біз жауап 9 бөлінген 14 v0. 9 v0 бөлінген 14. Енді v1 табайық, v1 табайық. То есть v1 тапсақ қалай болады? v1 тапсақ мына жаққа жағына 7-ні береміз. Сонда бұл нені білдіреді? Минус 2 v0 бөлінген 7-ні береді. Бұл жерде v1 бізде қандай не? Жылдамдық. Ол бізде кері жылдамдығы, кері қайтқан тағы. Неге минуспен шығып тұр десек, бұл жерде оның шығу себебі сәйкесінше ол кері қайтқандағы жылдамдық болып табылады. Бұл жерде барлығы бізде дұрыс жазылған. Импульс сақтау заңы барлығы дұрыс. Массалар центр бұл жерде 3 омега 0. Бұл жерде бәрі дұрыс, бізде жауаптар дұрыс. Жай ғана бұл жерде таңбасында не бар? Айырмашылық бар. Таңбасы жай ғана нені білдіреді? Бұл бізде жауаптар кері қайтқандығын білдіреді. Бағытын өзгергендігін білдіреді бұл минус. Окей. Осындай қызық есеп. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Енді сіздерге сұрақ, егер бұл шарик гантельге жабысып қалғанда, бұл есепті қалай шығаруға болатын еді? Яғни, жағдай еді сіздерге. Егер гантельге жабысып қалған жағдайда, бұл есепті қалай шығаруға болады? Ендеше көріскенше күн жақсы.